Құрметті көрермендер, Шағын Айдарды тамашалау кезінде біздерге студия қонағы да келіп жетті. Жай ғана қонағымыз емес, бұл сіздерге ұлттық дәстүрлерімізді ұлықтап, сонау сан ғасырдағы ұлттық киімдерімізді дәріптеп келе жатқан, және бұл кісі жай емес, бүркітшілердің отбасында өсіп тәрбиеленген ағамыз студиямызда қонақта, этнограф, дәстүр танушы Ермек Кәрімбекұлы ағамыз студиямызда қонақта. Қош көрдіңіздер, рахмет. Ермек аға, енді мынау жаңа айтып қалдық, сіз бүркітшілердің отбасында өстіңіз, иә? Түйеге жүк арту, бүркітті тамақтандыру, оны баптау, киіз үйдің өмірі бәрі көз алдыңызда өтті. Сол балалық шағыңыздың бал күндері күні кешегідей әлі күнге дейін көз алдыңызда шығар. Тап осы сәтте де бір өткізіп жібердіңіз ғой көз алдымнан. Иә, көшпенді өмірдің соңын көріп қалған ұрпақтарымыз ғой біз. Біздің бала шағымыз сол кигіз үйде өсті, жайлауға көшіп шығатынбыз. Қыста әкеміз бүркіт салатын, ол бүркіт пен түлкі алып келген кезде енді оның қазір енді мынау салбурын өтіп жатыр ғой. Өте тамаша, соны көрген сайын осы керемет бір ризашылығым болады. Барып көремін ылғи. Ол жерде енді жаңғыртып барлығын көрсетіп жатыр. Дей тұрғанмен бұл бүркітші отбасында өсу, оның бір көріністері тіптен керемет. Анау бүркітті тамақтандыру, түлкіні алып келгенде үйіріңмен 3-9-2 босағаға соғу, түлкіден, түлкінің терісінен, оның пұшпағынан тымақтар, бас киімдер кию. Енді мына жерде фотосуретті көрермендерімізге жақындап көрсетсек. Арт жағындағы көрінісін енді компьютермен түзеткенбіз. Мына сурет түпнұсқа 1967 жылы менің әкем Кәрімбектің бүркіті. Мына тымақ сондағы басындағы тымақ. Маған сол кісіден қалған естелік. Енді яғни тарихи 60 жылдық тарихы бар. Құнды фотосурет. Көрермендерімізге айтып өтсек. Мына Чапан 2000 жылы Қабыл деген біздің Шағантоғай деген ауданның әкімі, екінші ауданға орынбасар әкім ғой, бірінші әкім болып ауысарда, сол менің әкемді шақырып, батасын алып, сонда кигізген чапаны, бұл 2000 жылдық ғасырмен тура келеді, және биыл 25 жылдық сол әкемнен маған қалған мұра осы чапаны мен тымақ. Енді Ермек мырза, сұраса бола ма, сөзіңізді бөліп? Қалай тозығы жетпей қаз қалпында сақтап отырсыз бұл киімдердің барлығы деген сауал? Бұл киімді үнемі кие бермейді ғой, мереке күндері киеді, бір ерекше қонақтарда киеді. Содан сол 25 жылдық тарихы бар. Енді анау бүркіттің аяқ бауы, томағасы сияқты ол басқа ағамда қалды. Енді бізге сол мұраға бөліп алдық қой. Енді мынау тымағы. Енді тымақты да ол 60 жыл бойы кисе әрине тозып қалады ғой. Бұның ішінде де тымақты күзде киетіні болады, қыста киетіні болады, қатты аязда киетіні болады, салбурынға шыққанда киетіні болады. Оның да өзі түр-түрі болады. Сонан кейін тымақ өзі ұруға, климатқа байланысты бөлінеді. Мысалы, мынаны менің ұруым уақ, мынаны уақ тымақ деп айтады. Шошақ төбелі тымақ деп айтады. 6 сай, мынау 4 сай. 6 сайлысы болады, бұның басы төбесі бидай шошақтау болады. Сонан кейін мына керей тымақтарда мына маңдайы болмайды. Керей тымақтардың мына екі жақ беті, желкесіндегі мынау жауып тұратын үлкен болады. Себебі Алтай суық қой қатты бізге қарағанда. Ал енді соған байланысты мен әгі жолдас жораларыммен біздің өскен өлкеде наймандар мен керейлер бізге қалжыңдайды, шошақ төбелі уақтар деп. Ол сондай сөз бар. Содан кейін мен оны былай қалжыңғайландым. Әй, осы сақтың ұрпағы сол уақ біз болуымыз керек, шошақ төбелі тымақ кигенімізге қарағанда деп қалжыңдайды. Бәрекелді, Ермек аға, тағы бір Ақжолтай жаңалықпен келіпсіз. Асық туралы кітабыңызды жарық көріпті, иә? Иә, ол бұйырса баспада дайын деді, енді барып алып қайту керек. Мынау соңғы жылдары осы ұлттық тақырыптармен айланысып жүрген жайым бар. Мынау дәстүр журналы, Алтай біздің Өскеменнен шығатын мынау Дидар газеті, осында 2004 жылы мынау көкпар туралы, соның мынау дәстүр журналында қыз қуар, оның мәні, тақырыбы қайдан шықты, қалай келді, ол бізге не береді. Сонан кейін мына асы, қазақ балаларының ұлттық ойындары, әсіресе соңғы кезде ден қойып жүргенім осы қазақ балаларының ұлттық ойындары. Себебі қазір енді мынау электрондық дәуірге жаһандануға өткен сайын бұл нәрселер қатты ұмытылып бара жатыр ғой. Сондықтан асық туралы, оның қай өңірде қандай ойналды, біз енді
қазақ даласы дегенде Қазақстанмен шектелмейміз ғой. Қазақтың шығысы 1000 километр былай қарай Қытай құрамында қалып Алтай мен Атыраудың арасында әрқалай дейсіз. Біз сонда туылдық. Моңғолияда қазақтар бар мысалы. Сол Моңғолияда қазақтар қалай ойнады асықты. Қытай қазақтары, Қытай құрамындағы қазақтар қалай ойнады. Қазақстанның жерінде қалай болды деп мүмкіндігінше жинап, оны жаңағы жер шалғай болған сайын әр өңірде өзіндік ерекшеліктер, өзіндік ережелер болады ғой. Соны топтастырып, реттеп деген сияқты аса танымалдарын жинастырып, сол бір суретті кітап қылып дайындағаным бар. Бұйырса, жуықта қолыма келгенде бөлісетін боламын енді. Баспада дайын, бірақ дегенмен де Алматыдан дедіңіз ғой деймін. Алматы баспасында, иә. Иә, Алматы баспасынан қолыңызға тиген сәтте тағы да бір мәрте ол асық туралы жалпы айтып жатырсыз ғой. Бірден студиямызға келіп ат басын бұруды біз нәсіп етсін дегіміз келеді. Сол күнді тағы да асық туралы кітаппен жақынырақ. Енді мынау асық туралы деп айтып отырсыз. Жалпы өзіңіз ұлттық ойындар, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жүрсіз ғой. Жаңағы дәстүр журналы болмасын, Дидар газетіндегі мақалаларыңыз болмасын, ең өзекті тақырыптарды көтеріп жүрсіз, иә? Соның үшін де жалпы өзіңіздің ойыңызша ұлттық құндылықтарымыз күні бүгінгі күнге дейін еш бұрмаланбай, тозығы жетпей, қаншалықты сақталып келе жатыр? Енді жаһандану деп айтамыз ғой қазір. Мынау электронды ойыншықтардың келуі, қалаласу, енді бұрынғы қазақ сахарасында болғанда енді мектептер болды деп айта алмаймыз. Осы қатты енді медреселер болды. Қазіргідей мектепке жаңағы балабақша дейміз бе, детсад. Балаларды жинап, солай өсіру болған жоқ. Ол жердің өз ереже тәртібі бар, алатын білімдер жаңағы сағатқа қойылған деген сияқты. Сондықтан мынау құндылықтарымыздың, ұлттық ойындарымыздың әлсіреп кеткені рас. Дей тұрғанмен ұмытпаған, оны сақтаған, білетін ұрпақ әлі де бар. Біз оны жаһандануға еліктеп, бағыттап, туралап, сәйкестендіріп деген сияқты оны дамытуымыз керек. Мысалы, қазір асық ойынның атып ойнайтын түрі, содан кейін қыз балаларға анау қағып ойнайтын түрін ойнатып жатыр. Тіпті оның республика дәрежелі чемпионатына дейін өтіп жатыр. Мынау газ киім өтіп жатыр. Негізінде асықты қағып ойнамайтын, бірақ анау бестас деген ойынның формасын соған келтіріп, ол дұрыс. Заман өткен сайын жаңа түрлері шығу керек ойынның. Мысалы біздің ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақбілектің күшімен ғана қорғаған деп біз қылыш найзаға жабысып дрондан былтықты үйренбей қоймаймыз ғой. Сол сияқты жаңа түрлері болу керек, жаңа түрлерін дамытуымыз керек. Сонымен бірге бұның әлі біз ескермей жатқан құндылық жақтары бар. Мысалы асықтың отбасылық ойын түрлері бар. Әке, шеше, аға, қарындас, ұл, қыз демей барлығы қосылып ойнайтын. Қазіргі ойындарда атып ойнайтын ұлдар ойнап жүр, қағып ойнайтын да қыздар ойнап жүр. Енді осының отбасылық түрлері бар. Мен осы тақырыптан көтерсем, соны қоссам деген бір арман тілегім бар. Бұл қазір енді ата-анамен тіл табысу, баланың ойын ата-ана табу деген өзі қоғамда өзекті проблема болып кетті ғой. Баламен тіл табысу, отбасылық құндылық. Бір-бірімен сөйлесуден қалды ғой. Сөйлесу, қазір бәрі телефонға. Ал енді бұның бір кереметтігі, асық ойынын барып үйренсеңіз, қандай бала жаңа барлығынан бас тартып бірден асыққа кірісіп кетеді. Оның бұл себебі генде бар нәрсе болып тұр ғой. Ұлттық құндылығымыз. Сол тұрғыдан бұл қолға алсақ, дамытсақ жақсы болатын нәрсе. Және де асық ойыны менің ойымша балалардың физикалық тұрғыдан болмасын логикасын дамуына да үлкен әсер етеді, иә? Өте керемет. Өзімізді бала күнде асық ойнадық, кәдімгідей жерден еңкейіп асықты аласың, оның көздеуі бар, қырағылыққа да, физикалыққа, есепке де, дәлдікке де барлығына да үйретеді, иә? Мен осы анау бестас қағып ойнап жүрген тренермен сөйлестім. Ол кісі жаңағы сабақ беретін мұғалім ғой, кәдімгі педагогиканы оқыды. Сол кісі айтады, мына саусақтарының басының ана қимылы логопедтің ролын ойнайды бір жағынан қарасаңыз дейді. Балалардың сонан кейін бір академик дәрігермен кісіден кеңес алғаным бар. Осы асық ойнайды кітапқа жазғанда жазу керек қой. Десем, мына асықты атып ойнау, мына оғақ дейді, тамақ асты безінің дамуына, балалардың қолтық астындағы без, қуық асты без дейміз, осылардың жақсы жетілуіне жақсы көмектеседі. Бұл яғни спорттық тұрғыда балалардың денсаулығына өте пайдалы нәрсе болып тұр ғой. Иә, өте орынды айттыңыз. Қазіргі заманда енді балалардың тілінің ерте кешеуілдеп шығуы да негізгі проблемалардың біріне айналып отыр ғой. Бұрынғы заманда Бекарыс әріптесім де келісетін шығар, мынау логопед, дефектолог деген мамандар жоқтың қасы, тіптен сұранысқа да ие болмай,
мамандық ашылғанда да оған кім оқиды, ол мамандық сұраныста емес десе, күні бүгінге дейін қазір әрбір бұрышты қаланың әрбір ғимаратты қарайтын болсаңыз, жеке-жеке ашып алған логопедтің, дефектологтың кабинеттерінде ұзын сонар кезекте отырған кішкентай жаңағы 2-3 жастағы баласынан бастап 4-5-6 жасқа дейін тілі шықпай жатқан балалар ұзын сонар кезекте тұр. Иә, енді мынау жаңағы кітабым деп айтып қалдыңыз, иә, және одан бөлек кітабыңызды енді жарыққа шығып баспаға алып келгеннен кейін танысатын боламыз, иә. Десек те мынау Дәстүр журналы, Дидар газеті мақалаларыңызда жарық көрген қандай өзекті мәселелерді талқыладыңыз, көтердіңіз бұл жерде? Енді қазір ережелерін қойып бұл ойындардың жаңағы республикалық деңгейге көтергенімен кейбір ұлттық құндылықтары халыққа түсініксіз болып қалады. Солай ғой, мысалы көкпар ойынын, қазір көкпар туралы оны көк бөрі дейді қырғызда, қазақтар көкпар дейді. Бұл туралы кейбір даулар туындап жатыр. Мысалы бұл халық арасында бұрын сахарада қалай ойнады көкпарды? Оның мәні қандай? Оны бір жайдан жай далаға жиналып ойнамайды ғой. Бір той болады, мерекелік шаралар болады, сонда береді. Ол көкпарды жаңағы басында жекпе-жектен бастайды, тақымның, оны дода деп айтады мысалы. Одан кейін оны бірден алып қашып кетпейді айдалаға. Ол кезде енді қазіргідей не жасап, көмбе жасап апарып тастау деген жоқ. Сонда үйлерге тастау, оның сыйлығы, ырымы, көкпарының кешке жақын әбден ойын біткен соң енді еті қалады. Оны қалай пайдаланады? Көкбөрінің өті көкжөтелдің емі дейді. Бұны тіпті емге пайдаланғаннан өтті. Осы сияқты ерекшеліктерін жаздық. Сонан кейін мынау қызғуар деген нәрсені қазір қызғуу деп айтады да, қызды алдыға салып артынан тасырлатып жігіт қуып жүр. Бұл енді біздің ұлттық ұстанымға мүлде қайшы нәрсе. Оны енді бір кітаптан көрдім қайсы күні, қызды қуып жетіп бетінен сүю үшін ойындың шарты сол дейді. Ол тіптен ұят нәрсе. Қазақ қызын басынан құс ұшырмай бағады. Қыз жат жұртты дейді, қонағым дейді. Ал енді сондай тіпті қыздың шашын қиып алған бір неге айғыр үйір жылқы айып салған заман болған мысалы. Сондай аялап отырған қызын бір жігіт атпен тасырлатып басына қамшы үйір қуып келсе, ол қайтып біздің құндылығымызға сыяды. Ол мүлде қате нәрсе. Кішкене бұрмаланып жүр дейсіз. Бұрмаланып жүр. Осы тұрғыда бұны кітаптармен дәлелдеп жазушылардың ертедегі мысалы қалай болды, оның деген өзінің тәртібі бар қызғуардың. Соларды түсіндіріп жазғаным бар. Сон ұлттық ойындар тақырыбында мысалы бізде асық ойыннан басқа ойындар көп. Мысалы ұмытылып кеткен ойындар бар. Қоржын ойыны деген бар. Ол қарап тұрсаңыз түйеге жүк артудың макеті. Екі бала, салмағы бірде екі бала, бір бала түйе болады, соған жаңағы жүк болып теңделеді. Сонан кейін аяқ күрес деген бар. Мен оны кітапханадан таптым. 90-шы жылы бір кісі жазыпты, атын ұмытып қалдым. Қазақ балаларының ойындарын жинап, оны аяқ жатып күрес деп жазыпты мысалы. Сөзсіз түрегеп күреспейді, аяқпен шалысып күресетін ойын. Біздің енді ләңгі деп айтып жүрген тепкіш ойыны неге тұрады? Денсаулыққа нағыз спорт. Осы сияқты ойындардың тақырыбын көтеріп, қазақ балаларының ойындары, оның ішінде спорттық түрлері деп бөліп, біраз мақалалар көтергенім бар. Бәрекелді, Ермек мырза, таңғы уақытыңызды бөліп бізге тамаша жаңалықтармен бөлісіп отырсыз. Ұлттық өнерімізді ұлықтап, дәстүрімізді дәріптеп жүрген жансыз ғой. Енді әрқашан жұмысыңызға табыс тілейміз аға. Амандық болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен, бізде кезекте Айдарымыз бар екен. Бәріміз бірге тамашалайық.